Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тасырымда бізде Z2 деген Индора. Нағыз мал шаруашылыққа арналған. Нағыз Индоралардың ішінде 06-ның немесе кез келген Индораның ең үлкен, ең качествосы зор конкуренттердің бірі деп айтуға болады Индораларға. Айналарының бәріне көріп отқандай өте әдемі айна салған, және амортизаторы бұда ең мықты амортизатор жасайтын еуропалық компаниянікі амортизаторы. Амортизатор өте жұмсақ болады, мягкий болады. Сосын кейін тормостың бәрі дисковый тормоз, өте үлкен және әдемі дизайнмен. Доңғалақтарының размерін айта кетейін. Алды 21-де 100. Мына жерде көріне ма сіздерге міне? 21-де 100. Бак бізде мындай міне 9 литр, 06-нікімен ұқсас. Ал читок болатын болса, электрони читок. Міне спилометр бәрін осылай көрсетеді, және бензинді де көрсетеді. Аз қалған кезде мынау жанады. Поворотник бәрі сондай. Қазір поворотникті жағып көрсетейік. Міне поворотник мына жақтан жағамыз міне. Міне осылай жанады. Диодовый поворотник. Міне сынбайтын поворотник. Сосын ең үлкен пилот міне. 150 килограммға дейін көтеретін мықты багаж бар. Міне простой мотоциклдерде болатын багажды осы Индораға қосты. Міне кез келген мотоциклдің жаны, өмірі, күш қуаты деп айтуға болады звездочка. Жай қарауға келмейді. Ал бұл Индорада, басқа Индораларда жоқ артықшылық. Міне звездочка. Мынаның басы болт болса желінеді. Сепчіп кететін болса мынаған қыстырылады. Міне мынаны әдем орналастырған. Одан кейін бұны шықпастай етіп құйып тастаған. Мына жағынан қараңыздар, міне бірге құйылған міне. Звездочканың өзінде міне. Анау бір лоқылдап қал деген әңгіме жоқ, бүйтіп қозғалып орында міне. Сосын кейін міне сеп салақтап кетпеу үшін міне пластмасс мынау дегеннің енді бір өте мықты пластмасс орналастырған мына жерге. Өтірік жай көзді алданыш үшін емес, әдемі салған. Соның звездочкалардың арасында міне мындай тесіктер бар. Көп күш алуына және тез жүгіруіне өте үлкен ролдар жасайды міне. Мына жердегі сеп тартқыш міне осындай. Міне жалпы септің размері 520. Ал звездочка 45 тіс. Ал міне керек болса. Индора деген осылай жасалу керек. Міне басқа мотоциклдерде жоқ артықшылық міне. Бұл мотоцикл Қытай нарығында Шинхай Шизан дейді. Яғни Тибеттердің жері. Әптен сонда сынақтап өткен. Ол жердегі тау. Біздің Алатаудан да биік таулар, Алматының Алатауынан да биік таулар. Дүниенің жотасы деп аталатын Шинхай Шизан үстертінде, яғни Тибетте өте сұранысқа ие модель. Бұны бір қарағандылық ағамыз әкеледі. Ол кісі осы уақытқа дейін өзі жабық базарда өзі сатқан. Яғни Z2-ның көп танымал болмауына бұл мотоциклдің нарыққа аз келуі. 100 штук, 200 штук сондай келіп қана жақын осы Алматы облысының маңайынан аспай жатыр. Яғни бұл мотоциклді Бақанастың жігіттері әптен жақсы біледі. Алматы облысы Бақанас. Егер Бақанастық жігіттерден таныстарыңыз болса, Z2 деген қалай десеңіздер әдемілеп айтып береді. Өте сапасы жоғары деңгейде жасаған. Өйткені бұны жеке бренд жасау үшін ол осыны әкеп отқан қарағандылық ағамыз барлық күш-жігерін салуда, өзгерістер енгізуде, және бұның сапасын арттырмаса сапасын түсірмейді. Жылдан жылға сапасы әдемі деңгейде жасалып жатыр.
өздеріңіз көріп тұрғандай міне багаж, ешкім салмаған багажды салдық. Және читоктың бәрі электроний. Соны амортизатордың бәрін еуропалық компаниядан қымбат амортизатордар алды. Міне мына ақ амортизатор 06-кіне қарағанда әлде қайда мягкий болады. Ал моторға келетін болса 250 күп сепной мотор. Карбюратор міне. Карбюраторда бұл Еуропадағы үлкен брендтердің бірі. Енді міне түсірдім сіздерге. Осы брендті интернетке жазатын болсаңыздар, менен де әдемі түсіндіріп береді бұны. Интернетте бәрі бар. Еуропа стандарт бұдағы амортизатор болсын, карбюратор болсын. Күштердің реңі де міне жанып кетпейтін рең, түтін шықпайды бұдан. Мынау жаман түстерден жасайтын болса, краскілерден жасайтын болса, мұнан бәрі жаман іш шығады. Бұнда ондай жоқ. Мына жақты енді түсінесіздер деп ойлаймын, индор айдап жүріңіздер. Мынау жаңағы статор, мынау моторды өшіріп қосатын. Мынау алдығы тормозтың майы. Мына жақта мынау үлкен шырақ, мынау жаңағы дальний, ближний дейді ғой. Яғни шырақты алдыға түсіру, төмен түсіру. Мынау болатын болса сигнал. Беріп көрейік сигнал қандай екен. Сигнал мощный. Міне Z2-міздің жалпылық дизайн осындай. Әптен бұл сынақтан өткен мотоцикл. Яғни жаңа тибеттер әптен ризашылығын білдірген модель бұл. Дүниенің жотасы деп аталатын сол Шинхай Шизаңыз түрінде ең қиыншылықтарды көрген, таумен таста сыналған Z2 деген модель бұл. Мотор бәрі өзгеше, және айттым, еуропалық запчастарда бар бұл. Қытайский деп ойлап қалмады. Қытайдарда мысалы өзінің техникасы жетпеген заттарды Еуропадан алады. Мұнан енді халықаралық бренд жасау үшін барлық жағдайын салып жатыр осыған. Бұл жай жолда қалатын бренд емес, 1 жыл, 2 жыл кіріп міне, нарықта міне 4-ші жыл. Ағамыз үнемдеп әкеп жатыр, 50-ден, 60-тан, 100-ден солай қаржының жетісіне байланысты. Енді сұраныс қаншалық көбейеді, бұған қаржат салуға, өзгерістер енгізуге біз әрқашан дайынбыз. Халық не қалайды, соны жасаймыз. Егер сұраныстарыңыз жақсы болып жатса, документпен де әкелеміз бұны. Бұл енді көп мақтаған бекер, өйткені өтірік бәрібір шығады. Бұны енді алған кісілер, тепкен кісілер өз бағасын береді ары қарай. Видеомыз YouTube каналда жүреді, ешқашан өшпейді. Ал жазыңыздар, сұраңыздар. Құрметпен 234 KZ сайты. 234 KZ сайты әрқашан сіздермен бірге. Ең сапалы мотоциклдер, ең арзаны, ең қымбаты да, ең жақсысы да бізден табасыздар. 234 KZ сайтына кіріңіздер, және Мото Қазақстан инста парақшасын міндетті түрде ашып көріңіздер. Кім жақсы комментарий жазады, кім бізге клиент болды, кім бізге қайта айланып келді, сол кісілердің барлығын біз есте сақтайтын боламыз, және жақсы подаркілер жасайтын боламыз, және баға жағынан да жеңілдіктер жасайтын боламыз.